Біздің заманымыздан бұрын бірінші мыңжылдықтың бас кезінде темір өндіруге байланысты Қазақстанда күрделі өзгерістер орын алды. Бұл кезең темір дәуірі деп аталады. Ол ерте және кейінгі болып екіге бөлінеді. Осы дәуірде рулық қатынастар жетіліп, алғашқы мемлекеттердің пайда болуына алғышарттар жасалды. Темір құралдарды пайдалану нәтижесінде жер өңдеу тәсілдері жетілдіріле түсті. Егістік алқаптары мен суару жүйесі кеңейтілді. Ағаш пен тасты өңдеудің жетілуі негізінде қала құрылысы дамыды. Бұл уақытта ат әбзелдері, қару-жарақтар мен әшекей бұйымдар жасау дами бастады. Темірді пайдалану қорғаныс және шабуыл қаруларын дамытты. Бұл Қазақстан жерін мекендеген тайпаларға өз жерін сыртқы жаудан қорғауға мүмкіндік берді. Олар кейде көрші елдерге шабуыл жасап, жерін кеңейтіп те отырды. Осы кезең дөңгелекті көліктің кең қолданылуымен де сипатталады. Көліктің дамуына байланысты сауда қатынастары мен ақша айналымы қалыптасты. Көшпелілер тебіндеп жайылатын малды көп өсірді. Көшпелілер өсірген жылқы суыққа төзімді болды. Тебіндеп жайылып, азығын қарасынан тұяғымен аршып алды. Оған арнайы қораның қажеті болмады. Жылқы малы адамдарға сауса сусын, сойса азық болды. Жорыққа мінетін ең жақсы жылқыны көшпелілер ерекше жоғары бағалаған. Оларды қазанат, ұшқыр тұлпар деп атаған. Қазіргі Түркменстанның Ақалтеке жылқысының арғы тегі осы жылқылар. Қойдан сүт, ет және жүн алынды. Қойдың жүні киіз басу, арқан есу, жіп иіру үшін пайдаланылды. Көшпелілер өсірген қой түрі суық пен ыстыққа төзімді болып, күтімді көп қажет етпеді. Сиыр малын өсіру көшпелілер шаруашылығында кең таралмады, себебі сиыр тебіндеп жайылуға икемсіз болды. Сиырды негізінен орманды далалық және таулы далалық аймақтарда өсірген. Шаруашылық көшпелі, жартылай көшпелі, отырықшы болып бөлінді. Батыс және орталық Қазақстанда көшпелі өмір салты басым болды. Бұл жерлер егіншіліктің дамуына қолайсыз еді. Шөп шабу кейбір жерлерде ғана тарады. Қыста көшпелілер жел мен күшті бораннан ықтасын іздеді. Сондықтан олар тау жотасындағы өзен-көлдерге жақын қыстау тұрақтарға қоныстанды. Оңтүстік Қазақстан аумағында суармалы егіншілік басым болды. Ол Сырдария, Шу, Талас, Арыс өзені, Қаратау жотасы баурайында дамыды. Тайпалар мал шаруашылығы және егіншілікпен қатар айналысты. Тянь-Шань, Алтай таулары, Жетісу мен Шығыс Қазақстан далалары мал жайылымына да, егіншілікпен айналысуға да қолайлы еді. Бұл жерлер далалы, орманды, таулы болып келеді. Маусымдық жайылымдар бір-бірінен қашық болған жоқ. Қыстау маңындағы жерлерде егіншілік сақталды. Олар әдетте тары, арпа, бидай екті. Қыс кеш түсетін жерлер күзеу, боран қардан қорғайтын тау шатқалдары, тоғай шеті, көлдің жылы жағалаулары қыстау, қар ерте еритін жерлер көктеу, жауын-шашыны мол, жайылымдық жерлер жайлау болып таңдалған. Ерте темір дәуірінде тұрақты тұрғын үйлер негізінен қыстауларда салынды. Сонымен қатар көшпелілер қыстау қоныстармен қатар қала үлгісіндегі бекіністерде де сала білген. Алайда көшпелілердің негізгі баспанасы көшпелі тұрмысқа икемделген киіз үй болды. Киіз үй Қазақстанның табиғат жағдайына сәйкес әрі көшпелі тұрмыс үшін өте қолайлы болды. Көшпелілер арбаға орнатылған киіз үйді де пайдаланды. Киіз үйдің ағаш қаңқасы 3 бөліктен тұрады. Кереге үйдің негізі, жылжымалы тор қабырғасы, шаңырақ үйдің төбесі. Уық кереге мен шаңырақты байланыстырады. Темір дәуірінде аттардың бірге көму салт-дәстүрі кең тараған. Сондай-ақ көшпелілерден қалған мәдени мұра Наурыз мерекесі. Ол 3000 жылдан аса уақыт бойы тойланып келеді.